Сәлем достар, сіздермен бірге онлайн каналы. Бүгінгі біздің қызықты тақырыбымыз шемішке мен жаңғақ жеген адамның өмірі ұзарады деген рас па? Осы сұраққа жауап беретін боламыз. Шемішке мен жаңғақ түрін күнделікті жеп жүрген адамның өмірі шамамен 10%-ға ұзарады. Осылай дейді Иран зерттеушілері. Парсы ғалымдары 30 жылдың металли зерттеулерін жинап, диета мен ерте өлімнің арасында байланысты табуға тырысқан. Зерттеушілер әсіресе альфа-линол қышқылының бір түрі омега-3 май қышқылының адам ағзасына тигізер әсеріне мән берген екен. Бұл қышқыл соя бұршағы мен шемішке дәнінде көп болады. Зерттеу нәтижесі көрсеткендей, аталмыш азықты күнделікті тұтынған адамдардың тұтынбағандарға қарағанда ұзағырақ өмір сүргені белгілі болды, шамамен 10%. Одан бөлек, қаныққан қышқылды азық-түлік тұтынғандарда жүрек аурулары аз кездесетіні анықталды. Ғалымдардың айтуынша, күніне 1 грамм альфа-линол қышқылын ішкен адамның өмірі 5%-ға ұзарады. 1 грамм қышқыл дегеніміз өсімдік майының бір ас қасық мөлшері. Бірақ метаанализдің көрсетуінше, бұл қышқылды көп ішуге де болмайды. Ондай жағдайда қатерлі ісікке әкелуі әбден мүмкін. Сондықтан соңғы тұжырымды ғалымдар әлі зерттеп жатыр. Ал сіздер достар қалай ойлайсыздар? Шынымен де шемішке мен жаңғақ адам өмірін ұзартуға қауқарлы ма? Өз ойларыңызды комментарийге қалдырсаңыздар болады. Келесі кездескенше.